екі қой бір жандос болыпты. Далада бір қасқырдың басын тауып алыпты. Үйіне келе жатқанда бір үйге келісіп қалыпты. Үйіне ішіне кіріп қалса толған қасқыр олардың қарны аш екенін, неше қуанып қай жерге отыратынын білмейді. Екінші қасқыр қарным ашты, анау кешегі сойған қасқырдың басын алып берші деп айтты. Келгенде сен анам десең мен нені жеймін деп, мынаяқта толған қасқырын сенбізін екеуміз бөліп жейміз деп, маған да мұна бас жетпейді деп айтты. Содан соң олар үйінен бір-бірінің артынан қашып кетті. Бір үйдің иесі болып қалды.